Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Келінді күн ететінде, түн ететінде өзіміз. Енем марқұм 5 қыз, бір ұл тапқан екен. Жастайынан жесір қалып, 6 баналына тірнектеп жүріп өсірген мықты адам еді. Марат екеуміз табысып үйленуге бел буғанда, енем баласын ертіп біздің үйге арнайылап келген. Жалғызымның таңдағанын өзім көрейін, құдалармен танысайын деп арнайылап келдім, деп әке-шешемнің алдынан өтіп, жағдайын айтып 2 аптадан кейін ағайын туысымен тағы келіп, мені өздерімен алып кеткен. Келін боп түскеніме 3 айдай өткенде, Маратты әскерге шақырып, 2 жылға борышын өтеуге кетіп қалды. Енді ғана үйренісіп келе жатқан маған бұл өте қиын тиді. Аяғым ауыр, жүйрікпін, төркінімді сағынам. Енеме айтсам дұрыс түсінбей қалама деп балалыққа салып, бөлмеде қыстығып жылап алушы едім. Марқұм енем соның бәрін сезген екен. Кейін жегім келген асты алдырып беріп, төркініме өзі ертіп апарып, күйеуімнен артық күтім жасады. Ай күнім жетіп қыз босандым. 9 мамырдың қарсаңында босанғам. Немеремнің аты Жеңіс болады, деп қызымызға ат қойып, сылап, сипап, қырқынан шығарып, мәпелеп өсірді. Сол Жеңіс қызымыздан кейін 6 қыз тудым. Ол кезде бізбен жасты құрдастарымыз ұлдарын сүндетке отырғызып, той жасап, ырду-дырду боп жататын. Мен содан қысылып, апа, мен қыз туа бердім ғой. Маратқа ұл керек. 2-ші әйел әперіңіз, деп жылайтынмын. Сонда енем марқұм, Маратқа кім керегін сен білесің бе? Алла шешеді бәрін. Құдай саған қыз беруден ұялмаса, туа беруден сен де ұялма. Ұл туғанша тоқтама, деп ұрсып тастайтын. Боркемік боп егіліп отыра бермесін десе керек, енем 75 жасында өмірден өтті. Арулап жерледік, батасын алып үлгердік. Ол кезде мен 40-тан асып қалғам. Енді тумайтын шығармын деп, арқаны кеңге салып жүргенде жүкті екенімді білдім. Марат, мен мананы тумаймын, масқара, көрген жұрт күлер, құрсын, алдырып тастайын, дедім. Күйеуім бастында тулаған, кейін келісті. Содан үйдегі қыздарыма шаруаның бәрін тапсырып, қалаға жолға шықтым. Алдын жеңгеме жағдайды айтып, таныста дәрігер тауып қоюын өтінгем. Ауылдан жетем дегенше кеш түсіп қалды. Ертең барасың, бүгін қонақ бол деп жеңгем үйіне ертіп апарды. Сол күні бір түс көрдім. Түсіме аппақ көйлек киген енем кірді. Гүлсім, әй Гүлсім, маған қара, деп мені шақырды. Апа, сіз бұнда не қылып жүрсіз? Сіз қайтыс болып кетіп едіңіз ғой? Деп қорқып қоям. Мен де доғдырға келгем. Бері кел, саған тауып алған нәрсемді ұстатайын, деп шақырды. Жанына барып ем, алақаныма 2 күміс тіс ұстатты. Азуың түсіп қалып еді ғой? Мә, мына екеуін салып ал. Кәне, көзімше салшы, шақ келер ме екен? Деп қоймайды. 2 тісті азуыма апара қойып ем, таңдайыма жабысып тұра қалды. Ертеңіне көрген түсімді жеңгеме айтып ем, құдағи жарықтық әулие адам еді ғой. Мына түсіңді жорсам, ол сенің баланы алдырғаныңа қарсы сияқты. Жұрттың өсегін қайтесің, Құдайдың берген туып ал, деп ауылыма қайтарып жіберді. Ай күніме жетіп босанып, есім кіресілі шығасылы боп жатсам, құттықтаймын, олды болдыңыз, деп мейірбеке қыз келіп тұр. Түсімде енемнің 2 тіс бергені есімде қалған. Менде егіз болу керек, деп қоймаймын ғой. Дәрігерлер аң-таң. Сонымен не керек, баламызға сағындық деп ат қойып, думандатып перзентханадан шығарып алдық. Сағындықтан кейін 2 жыл өтпей Қуаныш деген батырды өмірге келдім. Қазір екеуі де үйленіп балалы шағал боп кетті. 5 қайын әпкем енемді алтынмен аптады, күмістен қаптады,
Марқұнем мен енем өмірден өтерде әргі алтындардың бәрін қыздарына, менің 7 қызыма теңдей үлестіріп берді. Маған да бірдеңесін беретін шығар, деп дәмеленіп отыр едім, жетпей қалды. Апам маған риза емессіз бе? Теберік қылып бір затыңызды бермедіңіз ғой, деп бұртиып қалдым кәдімгідей. Гүлсімжан, тірі тұрсаң алтынның түрін мына 7 қыздың жеткізеді, әлі-ақ тағатын саусақ жетпей отырасың. Сенің үлесің қыздарыңа кетті, деп жұбатып еді. Айтқаны айнымай келді. Қазір 7 қызым мен 2 келінім бар жақсысын сыйлап, қос қабағыма қарап отыр. Шүкір, енемнен көрген тәрбие мен тәлімді 2 келініме беріп, сыйлы боп өтсем арманым жоқ. Жалпы, еш уақытта келін жаман болмайды. Мен енемді басқарайын, осы үйде билеп төстейін деген ниетпен келмейді.